Атырау облысы сел мен су тасқынынан дін аман. Есесіне төтеншеліктер жыл сайын қызыл жалынмен күреседі. Жыл басынан бері 74 өндірістік тұрмыстық және табиғи өрт тіркелді. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Дегенмен мамандар алдын алу шараларын жүйелі түрде жүргізуде. Толығырақ Қымбат Тайырқызы тарқатады. Жер қарайып жаз келсе болғаны тілсіз жау бас көтереді. Төтеншеліктер қыста жайықтың жұқа мұзын бақыласа, енді олардың назары саяжайларда. Қала шуынан қашып, тыныштық іздеген жұрт енді далаға ағылды. Үй маңындағы қорайларды жинап от қорайды, ал оның арты қалың өртке ұласады. Меры безопасности мы соблюдаем, потому что вот у нас бачки стоят с водой. Если мы жгем, мы вот это окружаем все вот так вот и только тогда сжигаем. Как всегда, при сжигании все вот это дотушивать, не оставлять неконтролируемое горение. Все, вы знаете, вот сейчас у нас все пожары начинаются, все люди на отдых уходят. И вот эти требования просим соблюдать. Рейдтік шараға әр апта шығатын төтенше жағдайлар департаментінің мамандары бүгін Тасқала ауылдық округіндегі Спектр саяжайына барды. Олар тұрғындарға арнайы бетшелер таратып, сақтық шараларын түсіндірді. Все вот эти мероприятия у нас проводятся также и на лесном массиве, и на зонах отдыха, на территории города и области. На сегодняшний день есть оповещение населения по громкоговорящему связи. Тоже доводим до населения требования мер соблюдения пожарной безопасности. Жалпы Атырауда 512 жеке саяжай учаскесі бар. Оның 87-сі Тасқала ауылдық округінде. Кейбір тұрғындар бақшаны бағуға жазда ғана барса, енді бірі бұл жерді тұрақты мекеніне айналдырған. Сол себепті төтенше жағдай департаменті қызметкерлері қураған шөп пен тал шыбығы көп аймақты үнемі бақылауда ұстайды. Айта кетейік, жыл басынан бері өңірде өрттен 1 515 000 теңге материалдық шығын келген. Қымбат Тайырқызы, Қуаныш Құдайберген, Атырау телеарнасы.